Тұз. Қазақта дәм тұзың тосылмасын деген сөз не үшін айтылды? Тұзды тұтынудың мөлшері бар ма? Пайдасы мен зияны қандай? Видеоны соңына дейін көріңіз. Тұз туралы аңыз, халық медицинасы не дейді? Неше мың жыл бұрын өмір сүрген ғұн, түркі бабаларымыз тұзды тастамай ала жүрген. Тіптен Шыңғысханның сардарлар мен сарбаздарының қалтасында тұз жүре туралы аңыз болып айтылады. Ендеше, тұздың не кереметі, қандай пайдасы бар? Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздермен Дерт Кешіп арнасы біздің каналда 96% адамдар анаға тіркеліс қарайды екен. Егер осы видеоны көріп отырсаңыз, біздің еңбегімізді бағалап, қазақша арнаны қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау түймесін баса кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмашы ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді қуантады. Алдын ала рахмет. Шығыс халықтарында тұзды пайдалану, тұзды тамақ және шай ішу дәстүрі әлі күнге дейін сақталып келген. Бір қызығы, Қытайдағы және Монғолиядағы қандастарымыз шайды тұзбен ішуді әлі сақтап келе жатыр екен. 2019 жылы наурыз айында монғолиялық шежіреші ақсақал Макидолла Қинаятұлы ағамыз Нұрсұлтанға келді. Әдеттегідей тұздың киесі туралы материал жинап жүрген мен үшін әңгімені тұздан басталды. Тұз адам денесіндегі сұйықтықты сақтайды, әрі тамақтағы түрлі микробтар мен бактерияларды жояды. Ең маңыздысы, тұзсыз суды үнемі ішкен адамның қуығының басындағы май кетіп қалады да белсіздікке шалдығады, деді ақсақал. Бұл үлкендер айтатын балаға ұйықтар алдында тұзсыз шай не су бере бермеңдер, түнде қуығы ұстамай қалады деген тиімді есімізге түсіреді, бір қызығы. Тұз ағзаның дұрыс және толассыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент. Қазақта тұзды төгіп қойсаң, өмірің ащы болады. Тұзды тегін берсең, ұрыс-керіске тап боласың деген ырым тиымдар бар. Сондай-ақ, көне көз апаларымыз тұзды иығынан 3 рет асырап сермесең, барлық аурулар мен жамандықтан аулақ боласың деп жатады. Ерте заманда тұзды азық-түлікте ұзақ мерзімге сақтау үшін қолданған. Ол бактериялардың өсуіне кедергі келтіріп, тағамның бұзылуына жол бермейді. Тұздың құрамында натрий бар. Натрий ағзаның көптеген процестерінде маңызды рөл атқарады. Бұл химиялық элемент адам үшін ауадай қажет. Бірақ оны шамадан тыс қолдануға болмайды. Оның құрамындағы хлор ас қорыту жүйесін реттейді. Хлор жеткіліксіз болған жағдайда ішектің жұмысы бұзылады. Тұз депрессия және күйзеліске қарсы тұра алады. Ол бақыт және ұйқы гормонын өндіруге көмектеседі. Варикоз және остеопороз ауруларын болдырмайды. Дәрі ретінде тұмау, тіс аурулары, ангина, ларингит және дене буындары мазалаған кезде қолданылады. Ас тұзы натрий хлориді, түссіз кристалды зат. Суда, сұйық аммиакта, спирттерде, этилен гликолда, құмырсқа қышқылында ериді, ал тұз қышқылында ерімейді. Табиғатта калий минералды тас тұзы, яғни мұхиттар мен теңіз, сондай-ақ көл және жерасты суларының құрамында кездеседі. Қазақ айтысы айтқандай, тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген пайдалы тұстары бар екен. Мысалы, бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салған сауыт қойсаңыз, иіс тез арада жоғалып кетеді. Балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз қосылған суық сумен жуыңыз. Ішіне бір шөкім тұз салсаңыз, кофенің дәмі кіре түседі. Егер табадағы май көпіршіктенсе, оны аздап тұздаңыз. Немесе қолорамалдарды жуудан бұрын, оны бір уыс тұз ертілген жылы суға 2-3 сағат бойына салып қойсаңыз, әбден сіңіп қалған дақтарды кетіруде таптырмас көмек болады. Сарғайған терезе жабынын жуудан бұрын тұзды суға салыңыз. Жеке жұмыртқаны, әсіресе оның ағын шайқағанда міндетті түрде тұз қосыңыз. Жұмыртқаны шайқау әлдеқайда жеңілдейді. Жұмыртқа пісірілетін суға міндетті түрде тұз салыңыз. Жұмыртқа жарылса да, тұзды суда ағып кетпейді. Кесілген алма қайнатылғанға дейін қарайып кетпеу үшін, оны сәл-пәл тұздаған суда ұстаңыз. Кесілген пиязды тұздап қойсаңыз, өзінің қалпын ұзақ сақтайды. Егер бір шақпақ қантты ащы тұздалған сорпаға жарты минутқа салып алса, тұзы кемимейді. Егер сорпа тым қатты тұздалса,
жаңағыдай әдісті 2-3 рет қайталаған жөн. Ыстық күндері май салынған ыдысты тұзды суға малынған шүберекке орап қойса май ерімейді. Тағам қуырған кезде табаққа кішкентай тұз сепсеңіз, май шашырамайды. Духовкаға қойған печенье күйіп кетпес үшін формасына аздап тұз салу керек. Немесе балды иісі шыққан балықты тұзы ащы езілген салқын суға салып қойса, жаман иісі кетіп қалады. Балық тазалаған кезде қолды тұзға батырып алу керек. Бұл еңбекті жеңілдетеді. Қабығы жарылған жұмыртқаны тұзды суға салып пісірсе ақпайды. Овощтағы жәндіктерді тазарту үшін оны пісірер алдында тұзды суға батырып алу керек. Шойын ыдысты тат босса, оны тұз қышқылының әлсіз ерітіндісімен сүртіп кетіруге болады. Кірленген шойын ыдыстарды елеп алынған майды құммен, түрлі қағазбен ысып тазалап алып, одан кейін суда қосылған сумен жуу керек. Жаңа сатып алынған шойын табаны пайдаланудан бұрын әуелі қатты жанып тұрған отқа қойып, ішіне тұз салып өртеп алу керек. Тұз құйып қоңыр қызыл түсі болған кезде табаны оттан алып қоясыз да, біраздан кейін сол тұзбен табанның ішін ыстықтай сүртесіз. Бұдан кейін табанның ішін өсімдік майымен майлап, пешке қойып әбден қыздырып аласыз. Осылайша қыздырылған табаға тамақ жабыспайтын болады. Тұз. Бұл қоспаны көп мөлшерде тұтынған жағдайда қан қысымы жоғарылып, жүрек тамыр ауруларының болуы қаупі артады. Тұз көп салынған тағамдар ағзаға зиян келтіреді. Тұзды тағамнан кейін адамның су ішкісі келеді. Ішкен сұйықтық ағзадан шықпай, май жасушаларына жиналады. Сол себептен зат алмасу процесі өзгеріп, организмнің жұмысы бұзылады. Натрийдің мөлшері нормадан артық болса, денеде калий, кальций, магний, фосфор және темірдің құрамы азаяды. Нәтижесінде түрлі аурулар пайда болуы мүмкін. Теңіз суы теңіздің суын тазарту арқылы алынады, бірақ теңіз ауыр металдармен ластанғандықтан ол тұздың құрамында да болуы мүмкін. Тұз қан тамырларына жарты сағаттың ішінде орасан нұқсан келтіреді. Австриялық ғалымдар тамаққа көп қосылған тұздың ағзаға қандай әсер ететінін арнайы тәжірибе барысында анықтаған. The Daily Mail'дің хабарлауынша, дәрігерлердің арнайы сынағына денсаулығы мықты 16 адам қатысқан. Олардың әрқайсысы жеген тағамға 4 грамм тұз қосылды. Бұдан соң 0,3 грамм тұзға бар тағам және берілді. Сынақтың алдында және одан кейін ғалымдар зерттеуге қатысқандардың иық артериясындағы қан тамырларының соғысын өлшеген. Зерттеу барысында тұзды тағам жеген адамдардың қан айналымы айтарлықтай тежелгені байқалыпты. Тұз 30 минуттан соң ағзаға әсер ете бастап, қан жүгірісін шамадан 1 сағат бойына тоқтатқан. 4 грамм тұз адамның жалпы рационнан енетін тағамдардың орташа тұздылығын көрсеткішке тең. Соған қарамастан тұзды көп қолдану адамды оқыс өлімге итермелеуі ықтимал. Профессор Грейхэм Макгрердің айтуынша, жүргізілген сынаққа қарағанда адамның қан тамырлары қатайтқан кезде ғана тұз болуы мүмкін. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыр шілмесін баса кетуіңізді сұраймын. Келесі видеоларда көріскенше, рахмет, ауырмаңыздар.